ол негізі соқыр адамды жазып жібереді ғой Иса. Сол кезде олардың сенімдері қандай болды? Бұл жаңағы сіздің қойып отырған сұрағыңыз негізі өте бір жақсы сұрақ та. Бұл жердегі соқыр адам біз оқиғасын білеміз, олардың жалғыз үміті тек Иса болды. Және олардың ешкімге қараған жоқ. Тек қана Исаға қарады. Ешкімнен ялған жоқ, ешкімнен қысылған жоқ. Иса деп бар күштерімен айғайлап, олардан не аламыз, сабақ аламыз. Және олардың жалғыз арманы болды. Жалғыз арманы жаңа көздерінің ашылуы. Емделуі. Емделуі. Енді қараңыз, қалай әңгіме қалай жалғасады. Ол Исаның адамға көрсеткен сүйіспеншілігі, оның Құдайдың ұлы екендігіне болай емес. Иса оған әрдайым жаңағы сұраған беріп тұрғандықтан ғана ол Исаның соңынан еріп жүр. Бірақ Иса айтады, менің соңымнан ерушілер өзінің айқышын арқалаған кісі ұқсап, соған дайын болу керек дейді. Мен мысалы маған iPhone керек болса, Иса маған iPhone береді. Менің денсаулығым нашарлап өтсе, ол мені емдейді. Сол шын мәніндегі мәсіхшілікке жата ма жатпай ма деген сұрақ қой. Армысыздар, құрметті қауым, киелі кітап сүйуші бауырларым, тыңдаушы. Әрқайсыңыз Құдай жарылқап бата берсін. Бүгін міне талант бауырымызбен Матайдың 20-шы тарауы 24-ші аяттан 21-ші тараудың 17-ші аятқа дейін қозғаймыз. Сол жерде мынау басқарушылық, жетекшілік ету біз айтып қойдық, сол туралы қозғаймыз кішігірім. Сосын екі соқырды Исаның сауықтырғаны бар. Кейін Исаның Иерусалимге ешекпен келгені бар сол жерде. Сосын Исаның ғибадатхананы тазалауы бар. Сол тақырыпты қозғаймыз. Соған кішкене біз басшылық туралы біз жаңа қозғап қойған болатынбыз. Енді қазіргі қозғайтынымыз мынау соқырды жазған кездегі олардың сенімдері және олардың ойлары туралы кішкене бөліссек. Ол жаңағы сіз айтып отырған аяттар неде ғой, Матай жазған хабар 20-шы тарау 25-ші аяттан басталады. Иса оларды қасына шақырып былай деді, билеушілері қол астында халықтарды билеп төстейді, төрелері де соларға қатаң әмір жүргізеді, соны білесіңдер. Бірақ сендердің араларыңда олай болмасын. Керісінше, қайсың ұлы бол келсе, сол өзгелеріне қызмет ете берсін. Қайсы ең бастыларың болғың келсе, сол сендерге құл іспетті қызмет ете берсін. Осы сияқты мен де Құдай тағайындаған билеуші бола тұрып өзіме қызмет еткізуге емес, өзім қызмет етіп көптеген адамдардың азаттық төлемін өтеу үшін жанымды қиюға осы дүниеге келдім дейді. Енді орысша айтқанда не ғой, лидерство. Жетекшілік, лидерский. Енді Исаның айтып тұрғаны сол заманның, қазіргі заманның айтқанына да қайшы келеді. Бізде себебі лидер дегеніміз біздің ойымызша жаңағы билік жүргізіп, мықты болып тұру да. Мықты көрсету. Бәрінен жоғары болып тұру, адамдарға жоғарыдан төмен қарау, билеп төстеу, қатаң әмір жүргізу, немесе жаңағы менің айтқаннан шықпау керек деп ойлайды адамдарша, сондай бір. Тек қана соның контролінде. Маған енді ондан барып рұқсат сұрау керек, құрмет көрсету керек, Бірақ Иса айтады, сендер олай істемеңдер дейді. Керісінше, қайсың ең ұлы болғысы келсе, сол басқаларына қызмет етсін дейді. Енді бір жағынан бұл өте қиын нәрсе. Әрине, өте қиын. Ондай нәрсені орындау. Егер мысалы сіз бір жерде директор болып отырсаңыз, бір жерде бір нәрсенің төрағасы болып отырсаңыз, оны қойыңызшы, тіпті қауымда бағушы болып, жетекші болып отырсаңыз, сол адам өзін кішкене бөлек сезініп қалады да. Бірақ Иса айтады, сендер ондай нәрсе істемеңдер дейді. Сендер керісінше құл сияқты болып қызмет етіңдер дейді, өздерің жетекшілік істеп отырған адамға. Енді
былай ғой, мысалы сен бір жерде жетекші болып отырсаң, адам, мен өзім қарамағымдағы адамдарға қалай қараймын? Олар мен үшін кім бе, әлде не ме? Егер мысалы былай елестетейік, мен қазір осындай мынандай бір кресло жасайтын бір фабриканың бастығымын дейік. Енді ол жерде, ол фабрикада не болады? Ол жерде адамдар болады, ол жерде әртүрлі материалдар болады, жаңа құрылыс заттары, сосын ол жерде әртүрлі жаңағы станоктар тұрады, бір сондай ерекше бір құралдар, инструменттер тұрады. Енді адам маған ол жерде не үшін керек? Себебі жаңағы станоктар, жаңағы құрал саймандар өздері келісіп, жаңағы мынандай кресло жасап шығара алмайды. Сол үшін ол жерге әлгі адам керек. Соның бәрін жаңағы кнопкаларды басып тұратын, дұрыс размерді сызып қоятын. Бірақ егер бір сондай бір жағдай болып, бір керемет болып, әлгі станоктар өзара келісе алатын болса, онда ол жерге адам керек пе, керек емес пе? Керек емес өзі. Өз-өзімен жұмыс істейтін болса ма? Өз-өзімен жұмыс істейтін, аппараттың бәрі өзін істеп жатса, онда адам керек емес. Или роботтар істеп жатса. Роботтар істеп жатса. Вот, енді сұрақ. Сіз ол жетекші ретінде, бірақ қазір оны адам істеп тұр. Сіз енді жетекші ретінде, сіз оған қалай қарайсыз? Соны адам ретінде қабылдайсыз ба, әлде сіз жаңағы ол станоктардың, жаңағы құрал сайманның жалғасы ретінде қарайсыз ба? Осы жерде жетекшіліктің екі жаңағы айырмашылығы. Егер мен үшін, мен осы дүниелік қарапайым жетекші болсам, ол мен үшін адам емес. Ол жаңағы станоктардың жалғасы. Сол амалдың жоғынан ғана ол сол жерде тұр. Бірақ мен осы Иса айтқан сияқты жақсы жетекші болсам, жақсы лидер болсам, жаңағы, онда мен ол жерде ең бірінші орында адамды көрем. Ол да мен сияқты адам. Ол да, оның да отбасы бар, оның да денсаулығы бар, оның да өзінің бір қалау ниеті бар. Ол мен үшін адам және жай ғана адам емес. Ол жаңағы біз киелі кітапта жазылған ғой, Құдай адамды өзіне ұқсас етіп жаратқан деп. Менің қармағымдағы адам, ол жай ғана адам емес, ол Құдайға ұқсас жаратылған адам. Сондықтан мен оны ерекше бағалауым керек, сондықтан мен оған ерекше қамқорлықпен қызмет етуім керек. Көрдіңіз, бұл деген мүлде екі жаңағы подход, орысша айтқанда. Сіз адамға қалай қарайсыз? Жетекші болып тұрсаңыз, өзіңіз жетекші болсаңыз. Сосын енді жетекшілердің түрі көп, мысалы, кейбір жетекшілер былай болады. Ол өзі жаңағы станоктарды, аппаратты қалай жұмыс істеу керек екенін білмейді. Өзі білмейді. Соған жаңағы адам тұр. Білетін адамдар. Білетін адамдар тұр. Сондықтан егер ол мысалы білетін адамды қабылдамаса, ол оның жаңағы жұмысын жүрмейді, себебі ол оны тыңдамайды ғой. Ол айтады, сенің креслоң мысалы доп сияқты болсын дейді. Ол айтады, доп сияқты болса, ол кресло емес, ол басқа нәрсе деп, оны тыңдамайды. Сондықтан енді бұл жетекшіліктің әртүрлі стильдері, әртүрлі тәсілдері бар. Көп қой оны айта берсін негізі. Ой, рахмет. Ол негізі соқыр адамды жазып жібереді ғой Иса. Сол кезде олардың сенімдері қандай болды? Және олардан не аламыз, сабақ аламыз? Енді бұл жаңағы сіздің қойып отырған сұрағыңыз негізі өте жақсы сұрақ та. Себебі бұл біздің есімізге көп адамдардың қазір осы мәсіхшілік жолға қалай келетінін еске түсіреді. Мына жердегі соқыр адам біз оқиғасын білеміз, олардың жалғыз үміті тек Иса болды. Және олардың ешкімге қараған жоқ. Тек қана Исаға қарады. Ешкімнен ялған жоқ, ешкімнен қысылған жоқ. Иса деп бар күштерімен айғайлап, Иса оларға қарағанға дейін, жаңа өтініштеріне құлақ салғанға дейін, оны бақырып шақырып, Исаға келіп өтініштерін айтты. Және олардың жалғыз арманы болды. Жалғыз арманы жаңа көздерінің ашылуы. Емделуі. Емделуі. Енді қараңыз, әңгіме қалай жалғасады. Біздің өмірімізде де сондай жағдайлар көп. Егер қазір осы мәсіхшілікте жүрген әрбір бауырласты шақырып сұрасаңыз, сен осы мәсіхшілікке қалай келдің десеңіз, бір керемет болған, өмірінде бір куәлік болған. Ол айтады, мен білмеймін дейді, менде алқаш болған, немесе наркоман болған, немесе бір қатты қиналып жүр едім сол кезде, бір жаңағы көңіл күйімде бір күйзеліс болды, немесе отбасымда бір қиын жағдай болды. Көп қой, енді әркімнің мәселесі әртүрлі. Соны қарап отырсаң, әрбір адамның өмірінде бір куәлік бар. Бірақ кейде осы куәліктер бір
бір жағымсыз да әрекеті болады, әсері болады. Ол былай мысалы, егер адам тек сол куәлік болған кезге, иә, соған сол жерде қалып қойса, ол онда рухани өспейді. Менің айтайын деп тұрғаным ол Иса ол үшін жаңа Аладдиннің лампасы сияқты өмір бойы. Жаңа оған Иса, ол Исаның адамға көрсеткен сүйіспеншілігі, оның Құдайдың ұлы екендігіне бола емес. Иса оған әрдайым жаңағы сұраған беріп тұрғандықтан ғана ол Исаның соңынан еріп жүр. Бірақ Иса айтады, менің соңымнан ерушілер, өзінің айқышын арқалаған кісі ұқсап, соған дайын болу керек дейді. Бірақ егер менің әрдайым Иса менің сұрағанымды береді, менің дұғамды естиді, соған жауап береді. Мен мысалы маған iPhone керек болса, Иса маған iPhone береді. Менің денсаулығым нашарлап кетсе, ол мені емдейді. Мен көзім көрмей тұрса, мен көзімді сауықтырады. Тек егер осындай ғана болса, менің Исамен қарым-қатынасым жаңағы транзакционный, алып беру, сондай саудагерлік қарым-қатынас болса Исамен, ол сол шын мәніндегі мәсіхшілікке жата ма, жатпай ма деген сұрақ қой. Егер мысалы бүгін Иса оған ештеңе бермеді дейік, мысалы біз мынандай жағдайды елестетейік. Бір адам бар дейік, мысалы оның көз ауырады дейік, налардікі сияқты. Жазылмады, дұға етті, тәуір дұға етті, ораза ұстады, бағушылар келіп қолдарын қойды, аяқтарын қойып дұға жасады дейік. Ешқандай жауап жоқ. Ешқандай жауап жоқ. Жазылған жоқ. Сосын ол алады да, мысалы барып буддизмнің, жаңағы Шиваға барып, брахманға барып сұрады дейік. Сол кезде жазылып кетті дейік. Ол соған кетті ғой. Енді ол соған кетіп қалады ғой. Сондықтан біздің Иса Мәсіхке деген сеніміміз жаңағы Сидрах, Мисах, Авденагон сияқты болу керек. Олар жаңағы отты пештің ішінде тұрғандай дейді. Біз Құдайды сүйетіміз соншалықты дейді, Навуходоносорға айтады. Егер сен бізді оттың ішіне тастасаң, біздің Құдай бізді құтқара алады дейді. Оған құдіреті жетеді дейді. Бірақ егер ол тіпті бізді құтқарғысы келмесе де, бізді тіпті құтқармай қойса да, біз одан бас тартпаймыз дейді. Сондықтан біздегі сенушілік, біздің Иса Мәсіхке деген сеніміміз осындай болу керек деп ойлаймын. Керемет. Өте жақсы. Сол жаңағы Иса Иерусалимге келе жатады ғой. Бірақ тайқарға мінеді, жас тайқар деп айтады соны. Неге ол тайқарға мінеді? Және сол кезде де болды ғой, блатной аттар болды ғой, әдемі аттар болды. Неге сондай атпенен жаңағы әдемі жаңағы арбалармен келмеді деп ойлаймын дейді. Енді менің ойымша ол жерде оның екі себебі бар деп ойлаймын. Біріншіден ол өзінің кішіпейілдігін көрсету үшін. Себебі ол жаңағы осы жергілікті, жер бетіндегі Иса сол жер бетіндегі биліктің орысша айтқанда представитель емес. Ол көктен келген билеуші. Және оның осы жетекшілік туралы тәлімі әрдайым осылай болды ғой. Мен жаңағы жетекші болсаң да кішіпейіл бол, ұлық болсаң да кішік бол дегенді үйреткен ғой енді Иса. Екінші жағынан, енді бұл Матай жазған ісхабар 21-ші тарау. Иса бұған дейін қаншама кереметтер жасады. Адамдар ол туралы біледі, адамдар ол туралы естіген, және ол Иерусалимге келе жатыр, Израильдің астанасына келе жатыр. Егер ол жерге жаңағы атпен кіріп келсе, сол уақыттың, сол заманның салт дәстүріне, әдет ғұрпына сай, сол билеушілер атқа мініп кіретін қалаға. Және адамдар оған айғайлап жатыр, Құдайдың жаңағы патшасы майланғаны келді деп жатса, ол жерде бір сондай бір саяси бүлік шығып кетуі мүмкін еді. Сондықтан соның бәрін алдын алу үшін Иса кішіпейілдікпен, қарапайымдылықпен, және менің орнататын билігім осы жергілікті саяси билік емес екен нақты көрсету үшін осы жаңағы тайқарға есекке мініп кірді деп ойлаймын. Сол киноға түсіріп жатыр дейді, осы Исаның жаңа неге Иерусалимге келгенін осы 76 жылдары дейді. Сөйтіп жаңағы Исаға барлығы пальма ағаштарын алып тастап, сөйтіп Иса келе жатыр дейді. Сөйтіп жаңағы кинорежиссер ешекті де түсіреді екен де тайқарны. Сөйтсе ешек мәз дейді, жаңағы екі құлағы бетіп тұрып, барлығы маған қандай күшті, барлығы әдемі көрсетіп жатыр дейді. Сөйтсе жаңағы кинорежиссер айтады деді, ақмақ, үстіңде Иса отыр ғой, Иса шын ол депті да. Кейде жетекші болғаннан кейін кейде ойлап қаласың, қолына бәрі келеді, бәрі дұрыс дейсің, бірақ Иса ғой бәрін жасап жатқан. Қауымды да көтеріп жатқан, білімді де беріп жатқан, өнерді де беріп жатқан, талантты да беріп жатқан. Өйткені Құдайдан басқа ешкім беріп жатқан жоқ қой. Құдай ғой бәрін беріп жатқан. 100%. Сол сәттен бізге жаңағы
құтырып кету, мақтанып кету, билікті жүргізу емес, Иса сияқты кішіпейіл болу иә өте маңызды. ол өте маңызды және өте қиын да. Сондықтан мен мысалы жетекшілерге беретін бір кеңесім тоқтап қалмау керек та. Егер ол әрдайым өзін өсумен айналысса, мысалы мен бір нәрсемен іспен айналыстым дейік, соған қол жеткіздім. Егер мен сол жерде қалып қалсам, адамдар мені сол үшін мақтайды, мен соған риза болып сол жерде қалып қалсам, мен біраздан кейін ол жаңағы мен өркөкірек болып кетуім немесе мен болып кетуім ол сөзсіз. Или кетіп қалуы мүмкін. Адамдар сені постоянно мақтай береді. Олардың мақтап тұрған орынды сен шынымен де бәрін істей аласың, бәрін білесің. Бірақ сондықтан біз әрдайым өзімізді мынандай позиция қоюымыз керек те, өзімізді былайша айтқанда кішіпейіл қылатын ситуацияға. Егер мен жаңа бір нәрсені үйрене бастасам, көп жағдайда былай, сіз басында түсінбейсіз, білмейсіз, көп нәрсені ұқпайсыз, көп шатысасыз, көп қате жасайсыз. Оның бәрі адамды кішіпейіл қылады. Сіз жаңа үйрену процесіндесіз, ол үйренудің басында. Сондықтан біз бір нәрсені үйреніп болдық па, содан кейін міндетті түрде келесі нәрсені үйренуіміз керек. Сол кезде бұл бізді әрдайым сондай кішіпейіл болуға көмектеседі. Дамуға, әрдайым ары қарай өсуге. Сіз және әрдайым өскен кезде, мен сізге мысал ретінде келтірейін, осыдан 15 жыл бұрын мен Донецкий христианский университетке оқуға түскен кезде, мен оқуға келіп тұрмын, орысша жөнді білмеймін, жөнді жаза алмаймын, жөнді жаңағы профессордың айтып тұрған жартысының көбін түсінбеймін. Одан кейін компьютерға жазу бәрін қиын да маған. Сондықтан мен күнде келіп дұға айтамын, Құдай маған көмектесе көр, мен саған мұқтажбын деп. Содан кейін жаңағы біз Америкаға көшіп барып, сосын мен магистратура оқуға түскен кезде ол жерде жаңағы бәрі енді ағылшынша. Мен тура жаңағы сияқты жағдай. Егер мен магистратураға мысалы орыс тілінде түскенімде, мен кішкене өзіме сенімді болып түсірмедім. Немесе мен жаңағы сол Донецкий христианский оқуды бітіргеннен кейін бірден осында қайтып келсем, оқымаған адамдардың алдында кішкене өзімді жоғары сезініп тұрар едім. Бірақ мен магистратураға түскен кезде, ана жерде енді американецтер, енді оларға ағылшын тілі проблема емес. Олар бар системаны бәрін біледі, мұғалімнің айтқан бәрін түсінеді. Оларға жеңіл, маған қиын. Мен әрдайым тоқтым, Құдай сен маған көмектес, мен аны түсінбеймін, маған қиын аларды депші. Сөйтіп әрдайым сөйтіп магистратураны бітірдік. Содан кейін жаңағы докторантураға, PhD-ға оқуға түскен кезде, енді ол жердің талаптары мүлдем жоғарыда. Олар айтады, сенің өткізетін әрбір жұмысың, әрбір рефератың, ол жаңағы ертең біз басып шығаруға дайын, сондай бір дайын мақала сияқты болу керек дейді. Сосын мен ол жаңағы біздің профессорларға айттым, енді сіздер түсінсеңіздер, енді ағылшын тілі менің туған тілім емес, ана тілім емес, бұл менің үшінші тілім десем, олар маған бүйтіп жауап береді. Олар маған ешкім бүйтіп айтқан жоқ. Сен Қазақстаннан келіпсің ғой, сен ағылшынша жөнді білмейді екенсің ғой, сондықтан деп айтқан жоқ. Олар айтады, сен мұнда ешкім шақырған жоқ қой дейді. Олар айтады, сен өзің ғой мұнда келіп таңдапсың, біздің жаңа университетті таңдап, ағылшын тілінде оқимын деп келген өзіңсің. Біздің талаптар осындай. Сондықтан біз сен үшін біз талаптарымызды төмендетпейміз дейді. Американдық Джон Майкл қалай жазады, сен де тура солай жазу керексің. Олар грамматикадан қателесіп қалса, біз оларға қалай бағасын төмендетеміз, сенің бағаңды солай төмендетеміз. Біз жаңағы сенің грамматикалық қателіктеріңе біз көзімізді жұмбаймыз дейді. Сондықтан бұлдай жағдайда тұрғанда мен де қатты дұға етемін, Құдай сен маған көмектесе көрші, осы айтайын деген ойымды дұрыс жеткізуге сен маған көмектесші деп жаңағы. Енді ол докторантурада адам деген ғылым ғой енді, басқа ғалымдармен сөйлесесің, сосын ғалым сияқты сөйлеу керек ағылшын тілінде. Ол да мен қатты кішіпейіл қылады. Енді әрине мүмкін сол семинарды оқымаған адамдардың алдында бұл керемет болып көрінуі мүмкін, бірақ соның ішінде жүргенде сен өзің де білесің, менен қайда бәленбай 1000 есе, 100 000 есе, миллион есе көп білетін, жақсырақ білетін адамдардың арасында жүргенде сен өзіңді әбден кішіпейіл сезінесің. Енді мен оқуды бітіргеннен кейін енді маған басқа нәрсемен айналысу керек. Біз қазір сонда біз істе бастап жатырмыз. Мен де қайтадан түсінбеймін. Бұл да мен өте қатты кішіпейіл қылады. Сондықтан біз әрдайым өзімізді кішіпейіл ететін ситуацияда тұруымыз керек. Және біздің біліміміз арқылы, немесе біздің қол жеткізгеніміз нәрселер арқылы әрине оның басқа адамдарға көмегі тию керек, оларға пайдасы болу керек. Бірақ сонымен қатар біз сол жерде тоқтап қалмауымыз керек. Біз әрдайым осы өсу процесі бізде ешқашан тоқтамау керек деп ойлаймын. Амин. Исаның өзі ешекпен келген кезде Иерусалимге ол кішіпейілдікті көрсетті. Әрдайым содан үлгі алу керек. Өте дұрыс, қандай жағдайда болса кішіпейіл болып мойынсынсақ, Құдай ары қарай көтереді. Керемет. Сол соңғы қазір тақырып мынау ғибадатхананың тазалауы бар.
осы жерде көріс айтады, Иса өзі бұзықтық жасады ғой, көрмейсің ба, анау бәрін лақтырып шашып қиратып жіберді, қалай оны момын деп айтасың деп сондай қылып айтқаны бар. Сол туралы кішкене өзің түсіндіріп комментарийлар айтып жіберсең. Енді біз әрине кішіпейіл болуымыз керек, біздің өмірімізде конфликт аз болу керек, біз басқа адамдармен сыпайы сөйлесуіміз керек, мәдениет сөйлесуіміз керек, тұрпайылық біздің өмірімізден алшақ аулақ болу керек. Бірақ дегенмен біздің өміріміз үшін, біз үшін ол ақиқат, ол Иса Мәсіхке деген сенім. Иса үшін сол кездегі басты құндылық, басты ақиқат ол жаңағы Құдайдың киелі үйі. Бірақ оны адамдар сауда орнына айландырып жібергенде, енді ол кездегі жағдай былай ғой, мысалы алыстан адамдар келеді, сол құрбандық шалу үшін ол жерге жаңағы қаладан қой сатып алу керек, немесе бір кептер, көгершін сатып алу керек. Енді сол Иерусалимде тұрып жатқан адамдар, бизнесмендер келіп, біздің қойды ала ғой деп. Міне жақын, мына жерге тура, мына жерде соясың, мына жерде құрбандыққа шаласың деп сөйтіп кішкене бизнеске айналдырып жіберген. Енді содан ғой Исаның ол жерде ашуланып, жаңағы сендер бұл жерді Құдайға сыйынуға, табынуға келетін орынды сендер сауда орнына айландырып жібергенсіңдер деп. Менің айтайын деп тұрғаным, біз кішіпейіл болуымыз керек, бірақ екінші жағынан біз кейбір нәрсеге төзбеуіміз керек. Мысалы біз жалған тәлімге төзбеуіміз керек, әділетсіздікке төзбеуіміз керек, күнәға батпауымыз керек. Егер мысалы былай дейік, енді көп жағдай болады ғой, егер мысалы аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін дейді ғой. Енді біз мәсіхшілердің ортасында ол қалай болуы мүмкін? Мысалы бағушының баласы дейік, бір атақты бір бағушының баласы бір бұзықтық жасады, немесе бір күнә жасады. Сол кезде біз қалай әрекет етеміз? Ананың бағушының баласы ғой деп үндемей қоя саламыз ба? Әлде барып оған ашығын айтамыз ба? Сенікі дұрыс емес деп. Егер бағушының өзі сондай бір қателік, бір күнә жасаса, біз оның алдында енді бағушы ғой, енді істей берсін деп үндемей отырамыз ба? Әлде біз ол кісіні барып осы киелі кітап бізге бұйырғандай оған барып әшкерелейміз ба? Егер мен қазір біздің қауымға барып, осы біздің қауымның жетекшісіне барып, сіздің мынауыңыз дұрыс емес десем, егер оның істеген ісі шын мәнінде дұрыс емес болып тұрса, ол да жаңағы осы Исаның істегеніне ұқсас болуы мүмкін. Жоқ, мен стол барып төңкеріп тастамаймын ғой, бірақ мысалы бағушылық қызметті немесе осы қауымның өзінің бір жаңа орысша айтады ғой, предназначениесі дейді, олар соған белгіленген. Қауымда адамдар Құдайды мадақтау керек, қауымда адамдар сыйыну керек, олар киелі кітап оқу керек, олар бір-бірімен сүйіспеншіліктегі қарым-қатынаста болу керек. Бірақ егер мен қауым ішіне келіпші, мына біздің бауырымыз бизнес істеп жүр екен, осының товарларын қазір қауымда сатайық десе, болмайды ондай нәрсе істеуге, біз ондай нәрсеге төзбеуіміз керек. Немесе біздің қауымда осы нәрсе рұқсат етілген деп оны жын ойнаққа айналдырып жіберсек, ондай нәрседе бізге төзуге болмайды. Сондықтан біздің өмірімізде жаңағы бір принциптер болу керек те, біз кейде жаңағы айтамыз, адамның бет жүзіне қарамай шындықты кейде айту керек. Кішіпейіл болып тұра бермей десе, шындыққа келген кезде, егер ол ақиқатқа келген кезде. Бірақ егер маған келіп біреу талант сен ақымақсың десем, егер мен соған бола төбелесе кетсем, менікі дұрыс емес. Бірақ егер біреу келіп айтса, сен Иса біздің қауымдағы бағушылардың біреуге бүйтіп үйретсе, бізге киелі кітаптың орнына мысалы басқа бір кітапты оқу керек десе, біз оған төзбеуіміз керек. Мен бір есіме түсіп кетті, бір жаңадан Иса туралы естіп жүргенімде. Мен әйелім бірінші келді ғой Исаға. Сөйтіп өзім кішкене қызып алғам, ол кезде бір кішкене ішетінім бар. Сөйтіп қызып келсем, әйелім күшті қылып қарсы алып тұр мені. Жаман ой келді маған, мен жоқ кезде мынау бірдеңе істеп қойған ғой, бір еркекпен жүріп қойды ма, соны жуу үшін көңілді болып тұр ма деп. Сөйтсем ол қауымға барып жатыр екен. Қауымға барып жақсы сөз естіпті. Анарбек, мен күшті сөз естім, саған айтып берейін ба деді. Айтып бер. Сөйтсе айтып жатыр жаңа. Әйелдер, сіздер күйеулеріңізге мойынсу керексіздер. Бұл Құдайдың принципі деп айтады екен енді. Тамаша ғой, сенің қауымың күшті айтады ғой. Егерде сен маған мойынсынып отырсаң, күшті нәрсе ғой, деймін ғой. Сөйтсем айтады, жоқ, мен бәріне мойынсына бермеймін ғой дейді енді. Мен қалай мойынсынбай, сен маған мойынсыну керексің ғой. Маған бір 2 бутылка пиво әкеліп берші деймін да жаңа жерде. Сөйтсем, жоқ, мен бармаймын оған.
ол өйткені күнә, сені күнәға апарады ол. Басымды кесіп алып айқайласаң да мен бармаймын деп. Сол кезде түсіндім да, бұл нәрсеге баруға болмайды. Өте жақсы. Жақсы нәрсеге барамыз, жаман нәрсеге бармаймыз. Сол себептен бізге де үйрену керек, жақсы нәрсені қабылдап, жаман нәрсеге жоқ деп. Ол өте жақсы. Сол себептен бауырлар қауымда әрдайым жақсы нәрседі алып, кішіпейілдікпен, мойынсұнушылықпен, егер де қауымда жақсы сабақтар болса, қалмай сол сабақтарға қатысып, жақсы трендтерге қатысып, үйреніп, өсіп, дамиық, тек қана анау Исаға келгеннің куәлігін айта бермей, ары қарай да дамуға, ары қарай да өсуге Құдай әрқайсыларыңызға бата беріп жарылқасын. Аумин. Рахмет.